Мына таяуда мен мына әлеуметтік желіге сағандарға садақа бермеңдер деп тұрың мына сағандардың кетіп бара жатқан бірнеше видеосын салғам. Негізі бұл видеоның авторы мен, енді өзімді түсірмегем енді. То бірнеше видеодан кейін мына садақа берме дегеннен мына халық оны естіп қазір садақа бермейтіндердің саны көбейіп кетті де. Тодан енді сағандар ашуланып, неге садақа бермей жатыр деп кейбір мына жолаушыларды ұрып жатыр екен. Сонда видеоларды көріп қалдыңыздар, ана жолы оны тағы бір үстіріпті. Қыздар төбелесіп жатқан. Тол енді бүгін мен мына Барақолқа барып едім. Барақолқада сағандар қаптап жүреді. Бүгін жоқ білмеймін. Топ полициялар тазалап тастаған ғой деймін. Бұл енді уақытша болуы мүмкін. Енді полициялар баяда саталу керек қой. Міндетті түрде анандай бір айға шу болғанда бір уақытша тоқтатады да қайтадан кіргізе қояды. Бұл жерде ол қайта кіруінің себебі міндетті түрде өлім бір нәрсе болғанда ғана тоқтатады да, одан кейін халықтың ашу басылғаннан кейін шуылдағаннан кейін қайтадан кіргізеді. Бұл жерде кіруінің себебіне бұл аттарында доля беріп тұрады да, көрдің бе, ментерға. Оны халық солай айтып тұр енді. Енді қайтадан шығатын болса, енді қайтадан видео салыңыздар сіздерге, халық айтарым. Оның бәрі маған міндетте қоймаңыздар, бәріңде енді телефон бар, видеокамерасы бар, түсіріңіздер, жан-жақтан садақа бермеңіздер деп, олар видеоға тұрып, әлеуметтік желіге сала беріңіздер. Түбі бәріміз садақа бермей қойғаннан кейін олар қаттанға келуді тоқтатады сонымен. Сөйтіп жаңағы бірлігімізді көріп берсек, мына садақа беретіндер болған, бәрі қазақтар, өзімізде қазақтар көп ұлт бар. Бірақ садақа беретіндер тек қазақтар, өзбектер бермейді, түріктер бермейді. Ана сығандарға Әзербайжандар бермейді, Қытайды бермейді, орысты бермейді. Ешқайсы бермейді, өзбекті бермейді, тек қазақ қана береді. Өздерің жаман үйретті тастағандар, үйретті тастағандар, садақа беріп, ал енді қапты кетті. Ал ана соның міне квартираға кіріп алғаннан давай ететін. Ана орын жоқ қазақтарға. Қазақтар енді ауылдан келіп квартира жалдап тұрайын десе, квартира жоқ, бағасын көтеріп тастаған. Ана квартиранттардың саны көбейген сайын, ана квартираның бағасы соғұрлым көтеріп кетеді. Тазалау керек ананың бәрін. Соның кейін мына басқа мигранттар бар, еркектер. Әр жерге жұмысқа кіріп алған заңсыз. Оларды көрдің ба, доля беріп тұрады. Рұқсат бере берген. Мен сіздерге қазақтарға айтарым. Ештеңкесін сатып алмай қойыңдар. Жем-жидек сатып отырады, алмаңдар, бар қазақсын алыңдар. Киім саттыра ма, алма олардан, басқа қазақтардан барып алыңдар. Қазақтар сатып отыр ғой. Алмаңдар ештеңке. Түбі олар қазақстан нан таба алмай қалды, кетеді. Бізге олардың кеткені керек. Кеткеннен көрдің бе, біздің ақша сыртқа кетпейді. Құдайдан қорқпайтын ба, анан қорқпайтын ба айтам, ана арабтың оттаған ана уағыздарын бар, айта бермеңдер, содан тыңдап апна. Онда Алла жіберген шығар, ертең сенің басына келмесін деген қайдағы бір ана қуып кеткен араб қолдар осындай сөздер көп айтады да маған. Давай мұны бәрін тазартайық, ел болып. Таратыңдар мұна видеоның бәрін, жан-жаққа. Мен мұна базар мен Магнумның бағалы, мұна заттардың бағаларын біліп шықтым. Мұна жерді қараш, Магнумды мұна бір сабындар бар ғой, 705 теңге. Базарда арзан, 400 теңге ме сондай. Мұна көп адамдар Магнумның бағасы қымбаттан кеткен, білмейді, мән бермейді. Баратта ала береді. Міне мен мұнан бар ғой бағана Максима, Ташкенттің бойында Максима деген супермаркет бар ғой, соның артында базар бар. Торда мұна сабынды көрдім, 250 теңге. А мұна жерде қарана, 789 теңге. Почти 800 теңге ғой. Міне мен тағыда Алматының мұна апорттың алдында тұрмын. Міне әне апорт. Көрдіңдер ме? Енді мұна жерде кешке қараңғы батқан кезде кептеліс болып қалады. Мен мұна жерде қазір міне көрдіңдер ме? Мәшін шығады. Шыққаннан кейін мұна жақта да кептеліс болады ар жағында. Одан кейін мұна машиналар шыға алмай қалады бері қарай. Ар жағында уже толып кетеді. Кептелістің өзіндігі білмеймін енді. Анау киізбі қаскелеңге ме та жаққа дейін толып кетеді. Енді мұна бер жағынан қазір мұна автобустар жүріп жатыр. Автобустар жүргеннен кейін мұна жерден қазір машиналар тақалып қалады бір-біріне. Сол үшін бұл жерге светофор қою керек, светофор. Ол светофор қойғаннан кейін бәрі шешілетін болады.